дәрісімізге тоқталамыз. Дәрісіміздің тақырыбы жобалау технологиясы. Жобалау технологиясы бойынша жоспар құрып отырып, біріншіден жобалап оқытудың мәні, қызметі және мақсаты. Екінші, жобалау технологиясының ерекшеліктері. Үшінші, жобалап оқыту технологиясына қойылатын талаптар. Төртінші, педагогикалық жобалау кезеңдері. Бесінші, проблема шешімін жасау кезінде қолданылатын тәсілдерге тоқталамыз. Жалпы жобалау дегеніміз анықтамасына тоқталып өтейік. Процера латын тілінен аударылған, яғни бұл жоспарлау, дайындау деген мағынаны білдіреді екен. Жобалау технологиясын қолданудағы негізгі мақсат оқушылардың қызығушылығын, ынтасын дамыту, өз бетімен жұмыстарын жүргізуге және өз-өзін дамытуға, ынтасын жігерлендіруге бірнеше жұмыстар жүргізу арқылы балалардың біліктілігін, білімділіктерін арттыру болып табылады. Яғни сыни ойлау тұрғысынан қабілеттерін машықтандырып, әртүрлі жағдаяттарда, кез келген қоғамдық ортада өзін-өзі жетілдіруге бейім болуы. Жобалап оқыту технологиясын қолданып, проблемалық тақырыптың мазмұнын ашу, пікір таласқа түсу, өзіндік ойларын ғылыми дәлелдеудегі негізгі бірігіп ынтымақтастықта топтық жұмыстармен бірігіп жұмыс істеудегі мүмкіндіктері мен тиімділігі мол екенін атап өткіміз келеді. Жобалап оқыту технологиясының негізін салушы бірнеше ғалымдар бар. Соның ішінде атап өтетін болсақ, Карл Фрей өзінің жобалау әдісі атты кітабында төмендегідей түсіндіреді. Яғни оқушылардан болсын немесе оқытушы тарапынан болсын практикалық маңызы бар бір жоба ұсынуы тиіс дейді. Жобаға қатысушылар, яғни оқыту түрі міндетті өздерін атқаратын міндеттерін ол жерде келісіп алып өзара жұмыс бірге жасауы. Яғни оқушылар алған білімдерін танымдық және практикалық міндеттерді шешуге пайдаланады. Жеткіліксіз білімді әртүрлі ақпараттық көздермен өз беттерінше ізденіп, үйрену арқылы алға қарай балалар өзінің танымын арттырып отырады. Оқушылар ұжымда жұмыс істеп үйренеді және зерттеу біліктерін, яғни проблеманы анықтау, ақпарат жинау, бақылау, тәжірибе жинау, жүргізу, талдау, сонымен қатар жорамал жасап, қорытындылап үйренеді екен. Оқушылардың жүйелі ойлауы осы зерттеулер арқылы дамып отырады. Жобалау оқыту технологиясы Дюи және Торндайк және Лай сынды америкалық ғалымдар зерттеп негізгі идеяларын ұсынады. Дюи бойынша бала өзі таңдаған іс-әрекетті жоғары қызығушылықпен орындауы тиіс дейді. Торндайк балалар таңдаған іс-әрекетті бірігіп, ұйымшылдықпен топтасып орындауы тиіс дейді. Ал Лай бала қызығушылықтан пайда болған сәттің қалып жібермей, тек бір жақты ойланып қана қоймай, қосымша мәліметтер іздену деп айтып келді. Жобалау технологиясының ерекшеліктеріне тоқталып өтейік. Жобалау технологиясын желілік түрде ұйымдастыруды қажет етеді. Өйткені педагогикалық мақсат қою, мотивациялар мен құндылықтық ұстанымдар, қалыптасқан түсініктерді өзгерту, қатысушылардың іс-әрекет дағдыларын өзгертуден басталады екен. Және ол үшін барлық дербес ұжыммен орындалатын қызметтерді әркімнің өзіндік дамуы мен ұжым дамуында ортақ мүдделерді айқындап тиісті әрекеттерге жетелейтін жағдайды қалыптастыру қажет болады екен. Келесі ерекшелігі жобалау әр адамның ұжымдағы рөлі мен жауапкершілігін арттыруды көздейтін болғандықтан иерархиялық, яғни бірізділікте жоғарыдан төмен қарай басқару жүйесінің орнына жобалық командаларға негізделген желілік байланыста болатын шағын топтар құрылады.
соған орай бұрынғы құрылымдағы басқарудың негізгі қызметкерлердің өзіндік тәртіпке ары қарай олардың тапсырылған істі орындауға деген мотивациялық іс-әрекеттері оларға үлкен стимул тудырады екен. Қатаң бақылау мен әкімшілік әрекеттер қолдау көрсету, бірлесе орындау, нәтижесін өзіндік бағалау әрекеттерімен ауыстырылып отырады екен. Жобалаудың басталуынан аяқталғанға дейін бір тұтас технология төмендегі кезеңдер мен іс-шараларды қамтиды екен. Бірінші бастапқы кезең, екінші негізгі кезең және жүзеге асыру кезеңі, және соңғы қорытынды кезеңі болып төртке жіктеледі. Бастапқы кезеңде атқарылатын жұмыстар жобалау объектісінің қазіргі жағдайын талдау, диагностикалау, бағалау, орын алып отырған қайшылықтар мен кемшіліктерді анықтау, осы бағыттағы ғылыми зерттеулерді талдау, сонымен қатар проблеманы теориялық негіздеу, жобаны ресурстармен қамтамасыз ету болып табылады екен. Бұл кезең нәтижесі жобалаудың қажеттілігін анықтау, оны ақпараттық материалдық ресурстармен қамтамасыз ету, тиісті жағдайлар туғызу болып табылады. Ал негізгі кезеңде атқарылатын жұмыстар жобалау мақсатын айқындау, мақсатқа қол жеткізетін жолдарды болжау, жобаның шектелу аясын белгілеу, жобалау идеясын тұжырымдау, немесе тұжырымдамасы, жобаның тұтас бағдарламасы, жоспарын жасау, бақылау түрлерін анықтау, және екінші кезең нәтижесі объектінің құжаттық жобасын жасау, олар тұжырымдамасы, моделі, бағдарламасы, жоспары болып іске асады екен. Келесі кезең жүзеге асыру кезеңі, яғни бұл кезеңде жүзеге асыру жолдары оны байқаудан өткізу орындалады. Нәтижесінде жүйенің жаңа сапаға өткендігін назарға алу. Ал соңғы кезең, қорытынды кезеңде, бұл кезеңде атқарылатын жұмыстар, яғни жобаны және оның эксперименттік байқаудың сапалық нәтижелерін бағалау, жобаның тиімділігін, тәуелсіз эксперименттерін бағалауы, пайда болған проблемаларға сыни рефлексия жасау, жобаның нәтижелерін қорытындылау, түзетулерге енгізу. Бұл кезеңнің нәтижесінде жобаға қажетті өзгерістер ендіріледі екен. Келесі тоқталатынымыз жобалау технологиясына қандай талаптар қойылады. Яғни бірінші жобаның икемділігі, екінші жобаның күтілетін нәтижеге әкелуі, үшінші өзгерістің тиімділігі, төртінші жоба барысында болуы мүмкін қолайсыздықтарды есепке алу, және бесінші өзгерістер жасау мүмкіндігін қарастыру. Келесі тоқталатынымыз жобалау технологиясының, келесі бетке қарай көшірейік слайдты. Осы жобалау технологиясы бойынша енді талаптардың қажеттілігі неде? Біріншіден, шешілу қажет проблемалар негізінен стандартты қалыпта өзгеше болуы. Олардың қажеттігі қандай факторлармен айқындалады? Яғни жобаның материалды құрылымы, жұмыс барысының уақытшылық сипаты, педагогтар мен білім алушылардың шығармашылық әлеуетін желілік сипатта нығайту қажеттілігін тууы, шешуін қажет ететін проблемалар негізінен пәнаралық және интегративтік сипатта болуы. Жобалық оқыту технологиясының бірнеше кезеңдері бар. Сонымен қатар презентацияны таныстыру, нәтижелерді алу, әуелі жобаны құру, рефлексия, жобалық тапсырмаларды дайындау. Осындай бірнеше этаптардан тұрады екен. Енді педагогикалық жобаларға дайындық қалай жүргізіледі? Соған тоқталып өтейік. Жобалау әрекетін ұйымдастыру арқылы білім беру ұйымдарындағы даму өзгерістері жүзеге асырылады екен. Екінші, жобалау технологиясы нақты проблемаларды шешуде жүзеге асыру арқылы педагогтардың ізденістік шығармашылық белсенділіктерін арттыруда білім беру ұйымдарының пайдаланылмай жүрген түрлі ресурстар көзін анықтауда маңыздылығын анықтауға болады екен. Сондай-ақ ұйымдастырушылық жұмыстар барысында басқарудың қалыптасып қалған иерархиялық моделі өзгертіліп, жаңа бөлімшелер құрылады. Тиімсіздік, яғни тиімсіздігі анықталып отырған
қызметтік құрылымдық салаларды қайта құру, ішкі өзгерістер және тағы басқа жаңарту жұмыстарын жүргізу арқылы іске асады екен. Келесі жобалау алды зерттеу кезеңіне тоқталып өтейік. Бұл талдау пәнінен қарастырылатын педагогикалық жүйенің ішкі сипаттамалары, құрылымы, қызметі, сонымен қатар байланыстары, ішкі және сыртқы ортаға қатысты сипаттамалар жатады. Бұл жұмыстардың барлығы жобалау алды зерттеу кезеңін құрайды екен. Келесі бастапқы кезең, яғни талаптарына сай жобалаудың жұмысы кіші жүйе құрылымының өкілдерімен құрылған шығармашылық топтар құруда, яғни басталып педагогикалық ұжымды инновациялық дамытуды жоспарлап жобалау арқылы талдау негізінде жұмыстың қажеттілігін анықтап, бұл жобаның тұжырымдамасын құрастыру болып табылады екен. Қорытындылай келе, бүгінгі сабағымыз жобалау оқыту технологиясын қолдану мектеп оқушыларына қатысты мысалы танымдық белсенділігін арттыруда, шығармашылық қабілеттерін дамытуда және пәнге деген қызығушылығын қалыптастыруда тиімді әдіс ретінде көрінеді. Кешіріңіздер. Және оқушылар зерттеу, салыстыру, талдау және қорытынды жасау дағдыларын меңгере отырып, оқу үдерісіне белсенді қатысады. Бұл технология арқылы білім алушыларға нақты өмірлік жағдайларда білімін және қолдануға үйренеді, функционалдық сауаттылық артады, сонымен қатар өздігінен білім алуға, топпен жұмыс істеуге, жауапкершілікке және уақытты тиімді пайдалануға баулиды екен. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Ары қарай толық мәліметті модуль жүйесінде жүктелген ақпарат көздерінен